Сауат ашу 4-90 23 сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы әңгіме оқимын, сөйлемдегі сөздердің байланысы. Бұл сабақта сен мәтін бойынша сұрақтар қоясың, мәтіннің мазмұнын, тақырыбы немесе оның иллюстрациясы бойынша болжайсың, сөйлемдегі сөздердің байланысын сұрақ қою арқылы табасың. Балалар, өткен сабақта біз сөйлемдегі сөздердің бір-бірімен байланыста болатын, олардың байланысын сұрақ қою арқылы табуға болатын білдік. Енді мына сөйлемді талдайық. Рауан жемістерді ұнатады. Қандай сөздер байланысып тұр екен? Ол үшін сұрақ қояйық. Сөйлем Рауан туралы. Рауан не істейді? Рауан ұнатады. Яғни Рауан деген сөз ұнатады деген сөзбен байланысып тұр екен. Екінші, нелерді ұнатады? Жемістерді ұнатады. Яғни жемістерді деген және ұнатады деген екі сөз байланысып тұр екен. Осылай сөйлемдердің сөздерінің байланысын табуға болады екен. Енді жұмбақ шешейік, балалар. Бір сабақта көп түйме, жей алмайсың көк күйде. Санап қара қанша, өзі қызыл сонша. Бұл не деп ойлайсыңдар, балалар? Әрине, балалар, бұл шие екен. Енді, балалар, бүгін біз Мәзхат Төрежанов ағамыздың шие тергенде әңгімесімен танысамыз. Мәтінді түсініп оқы, мазмұнын айт. Шие тергенде. Шие піскен уақыт. Әмина әже немерелері Жанат пен Қанатты ертіп, шие теруге орманға келді. Көп ұзамай-ақ шиеге кезікті. Қып-қызыл шиелер шашылған маржандай көз тартады. Жанат терген шиесін қолындағы ыдысқа жинай берді. Қанат шиені тойғанша жеп, сонан соң өз бетімен ойнап кетті. Жанат жинаған шиелерін атасына беріп жатып, «Ата, мына шиелерді әдейі сіз жесін деп орманнан теріп әкелдім» деді. «Көп жаса, Жанатжан, өскенде мені сен асырайды екенсің» деді атасы, бір шиені аузына салып. Балалар, мәтін мазмұны бойынша сұрақтарды толықтыр. Бірінші сұрақ: Әмина әже кімдермен шие теруге барды? Олар неге кезікті? Ары қарай сұрақтарды өзіміз толықтырып көрейік. Яғни мәтін бойынша сұрақ қояйық. Екінші жаттығу: суреттерге қарап берілген ыдыстарға қажетті жемістер мен көкөністерді сәйкестендір. Яғни мына көкөністер мен жемістердің қайсын сорпаға, қайсын компотқа апарамыз, балалар? Ойланып көр. Үшінші жаттығу: сөйлемдерді көшіріп жаз. Балалар орманға барды. Олар шие терді. Жанат шиені атасына берді. Сөйлемдегі сөздерге сұрақ қойып, олардың байланысын тап. Төртінші жаттығу: шие ыдыстың сыртында қалатындай етіп, екі таяқшаны қозға. Суретін салып, сипаттап көр. Бесінші жаттығу: жаңылтпашты жатқа жаз. Торғай тоғайды ұнатады, тоғай торғайды ұнатады. Сөйлемдегі сөздердің байланысын сызбамен көрсет. Берілген сызба бойынша сөйлем құра. Жарайсыңдар, балалар. Жұмыс дәптеріміздің 23 сабағындағы 3 және 5 жаттығуды көркем етіп орындайық. Шығармашылық тапсырманы да орындайық. Іске сәт, балалар.